Қазақстан тестостероны деңгейі төмен елдердің қатарына не үшін енді? Оған не себеп деп ойлайсыз? Неге бұлай болып қалды? Бұл өте қазіргі таңда өзекті сұрақ. Тестостеронның деңгейі жалпы табиғи жағдайда 30 жастан кейін бір қалыпта төмендеуі керек жалпы. Ол 30 жастан кейін 10-15%-ға, 40 пенен 50 жастың арасында 25-30%-ға, 50 жастан асқаннан кейін 40%-дан жоғары жалпы табиғи төмендеуі байқалады. Алайда қазіргі уақытта мына жаңа өздеріңіз атап өткендей артық дене салмағы, экологияның қолайсыз жағдайлары, дене қимылының белсенділігінің аз болуы, сонымен бірге түнгі ұйқының дұрыс болмауы осы тестостерон гормонының деңгейінің ерте 30 жасқа дейін төмендеуіне әкеліп отыр. Бұл орайда біздің елімізде басқа елдерден артта қалуымыздың бір себебі Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, сонымен бірге біздің тағамтану академиясының жүргізілген зерттеуі бойынша Қазақстанда ересектер арасында семіздіктің таралу жиілігі 39-40%-ды құрайды. Яғни бұл артық дене салмағы тестостерон гормонының төмендеуіне әкеліп отырған себептердің бірі деп айта аламын. Яғни өмір салты біздің қазақстандық азаматтардың нашар болып тұр ғой енді.